Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге pddtest.kz сайтының жүргізушісі Әділет Жүнісов. Бүгінгі тақырыпта біз нұсқайтын белгілерді өтеміз. Оның алдында біз тыйым салу белгілерін өткенбіз. Егер де көргілеріңіз келсе, онда осы жерге басыңыздар. Тура жүру, оңға бұрылу, солға бұрылу. Тура және оңға бұрылу, тура және солға бұрылу, оңға бұрылу және солға бұрылу. Бір сөзбен айтқанда, бұл белгілер көрсеткіштері қай жаққа көрсетеді, сол бағытта жүруі тиіссіздер. Бірақ қай жерде солға көрсетіп тұрады, сол жерде сіз қосымша кері бұрылуларыңызға рұқсат етіледі. Кері бұрылуға қай жерде тыйым салынады? Егер де тура жүру деген белгі орнатылса, мысалы, қай жерде солға тұрады, сол жерде ғана кері бұрылуларыңызға болады. Мысалы нұсқайтын белгі мен тыйым салу белгісі тұруы мүмкін бірге. Біреуінде солға бұрылуға рұқсат береді, онда сіз кері бұрыла аласыз ғой. Бірақ қасында кері бұрылуға тыйым салынатын белгі орнатылса, онда сіздер тек солға бұрылуларыңызға рұқсат етіледі. Бір жақты жүру жолы мен тік жүру белгісінің айырмашылығы. Бір жақты жүру жолында ол барлық жолақтар тек бір бағытта жүретінін ақпарат етеді. Тік жүру ол екі жақты жүріс жолында сіздерге тура бағытты көрсетеді. Және де осы екі белгіде көбісі қателеседі. Біреуінде бір жақты жүріс жолына шығу, және де оңға бұрылу, мысалы. Бірінші белгіде әрине сіздер тура оңға және кері бұрыласыздар. Сіздерге тек қарама-қарсы бағытқа шығуға тыйым салынады. Екінші белгіде сіздер тек оңға жүруі тиіссіздер. Осы қиылыстың бөлігінде тек оңға жүресіздер. Кедергіні оң жағынан, сол жағынан, немесе оң жағынан, сол жағынан айналып өту. Бұл белгілер көбінесе кедергілер тұрған жерде орнатылады. Және де көрсеткіш қай жаққа көрсетеді, сол жақтан айналып өту тиіссіздер. Келесі белгі шеңберлі жүріс. Бұл белгіде сіздер сағат бағыты бойынша қарама-қарсы жүру тиіссіздер. Сіздерге бұл белгіде кері бұрылуға және солға жүруге тыйым салынады. Жеңіл автомобильдер жүрісі. Бұл белгіде салмағы 3,5 тоннадан төмен көліктерге жүруге рұқсат береді. Салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса тыйым салады. Велосипед жолы немесе велосипед жүретін жолақ. Жаяу жүргіншілер жолы. Бұл белгіде әрине тек қана жаяу жүргіншілер ғана жүруіне рұқсат. Велосипедпен бұндай белгіде жүруге тыйым салынады. Көбінесе бұндай белгілер бізде саябақта орнатылады. Ең төмендегі жылдамдықты шектеу. Бұл белгіде әрине көлік жүргізушілері осы көрсетілген белгіден төмен жүруіне тыйым салынады. Бұл белгінің әрекет аймағы ол келесі белгіден. Қауіпті жүгі бар көлік құралының жүру бағыты. Бұндай белгіде әрине жеңіл көлікпен сіздер кез келген бағытта жүресіздер. Тек қана таным белгісі бар көліктер ғана осы бағытта жүру тиіс. Құрметті оқырмандар, pddtest.kz сайтының өнімдерімен қолданғыларыңыз келсе, онда видеоның астында сілтеме бар, сол арқылы тіркелулеріңізге болады. Сіздермен бірге болған pddtest.kz сайтының жүргізушісі Әділет Жүнісов.